Инвестфорум аясында облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен Орынбор облысының губернаторы Юрий Берг рельс арқалық зауытын аралады. Кездесу кезінде облыс ресейлік қонақтарға рельс шығару технологиясының ерекшеліктері, зауыттың өндірістік бағдарламасы, жаңа металл өнімі, тұтыну динамикасының өсімі туралы жан-жақты ақпарат берілді. Юрий Берг бұған дейін зауыт құрылысының бастапқы кезеңінде бірнеше рет болған. Зауыттың бүгінгі көрінісі мүмкіндіктері таң қалдырды. Ақтөбедегі рельс арқалық сияқты алып зауыт әлемде санаулы. Рельсті шығару технологиясы бойынша үздік бестікке енеді. Рельс арқалық зауыты жобасы индустрияландыру картасына енгізілді. Зауыт шығаратын 120 метрлік жоғары ұзындықты рельстердің ТМД аймағында баламасы жоқ, және олар жоғары жылдамдықты магистральдарға арналған. Проектная мощность предприятия 430 тысяч тонн в год. Зауыттың қуаттылығы жылына 430 мың тонна өнім, 200 тонна рельс пен 200 тонна пішіндегі елек шығарады. Қазіргі күні іске қосу жұмыстары жалғасуда. 800-де жуық адам жұмыс жасайды. Зауыт құрылысы кезінде 2000-дай адам жасады. Мен сияқты жас маманға мұндай кәсіпорында жұмыс жасау өте жауапты іс. Өйткені біздің кәсіпорын ел экономикасының дамуына үлкен үлес қосып отыр деп санаймын. Рельс арқалық зауыты ТМД мен алыс жақын шетелдердің компанияларымен келіссөздер жүргізіп, өнімін экспортқа шығаруда. Алғашқы өнім осы жылдың қазанында шығарылды. Кәсіпорын қазір Орынбордың Металл Инвест зауытымен бірлескен жоба құрды. Өндірісте Металл Инвесттің шикізаты пайдаланылады. Бұған қоса Новотроицк қаласындағы Уральская сталь зауытымен де келіссөздер сәтті жүзеге асты. Конечно, это очень впечатляюще. Это очень современное производство. Алған әсеріміз керемеді. Заманауи кәсіпорында барлығы автоматтандырылған. Мұндай инвестициялық жобаның әлеуеті де жоғары болмақ. Мен өзім Орынбор облысының инвестициялық дамуымен айналысатындықтан кәсіби тұрғыда қарапайым адам ретінде қызығушылық туғызды. Сөзсіз кәсіпорынның ел экономикасына қосатын үлесі өте жоғары. Екі ел арасындағы бірлескен жобаларымыз бар. Айта кету керек, жылдың ең үздік индустриалдық жобасы номинациясында рельс арқалық зауыты Қазақстан Республикасы президентінің алтын сапа арнайы сыйлығының иегері атанған болатын. Венера Серғазина, Руслан Ильтаев, Қазақстан, Ақтөбе.